Сәлем бердік достар. Бүгін біз основа букетке дайындаймыз. Осы основамен барлық букеттер кетеді. Бір ровной болып кетеді. Поэтому осыны үйреніп алыңыз. Лайк, комментарий жазуды, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осындай круглый ыдысты алып аламыз. Өзіңіз круглый шығарам десеңіз, круглый ыдысты алып аламыз. Если жүрек жасау керек болса, онда қағазбен қырқып дайындайсыздар. Міне уже круглый жасалынды. Обязательно запас пышақ болу керек. Запас пышағыңыз болмаса, өтпес пышақ болса, лезвие болса, сәл пеноплексіңізді жыртып, неаккуратный шығарады. Пена резко бар, бірақ ол сәл қымбатырақ түседі. Мен оны алған жоқпын, қанша уақыт бойы өзім осы техножбен қырқып жүрмін. Поэтому мен сізге совет бермеймін, ала қойыңыз деп. Оны алғаннан кейін действительно бір көп жасайтын болсаңыз, ол кезінде алсаңыз болады. Міне ровно болып, карандашпен сыздық қой. Енді 45 градусқа қисайтып, осылай жандарын алып шығамыз. Барлық жанын. 45 градусқа қисайту, ол обязательный процесс. Шатастырмаңыз. Если коробкаға қойсаңыз, домалақ күйінше саласыз, а если букет жасаймын десеңіз, онда обязательно қисайтын градус жасайсыз, 45 градусқа. Жан жағын скотчтап алыңыз. Бұны тишюмен бұраған кезінде ортасын никак скотчпен бұрамаңыз. Өйткені шпажка салған кезінде сізге мешация етіледі. Қазір менде екі түрлі пленка, екі түрлі пленка болғанда мен сарысын ғана қолданам, ол жұқа, бірақ ақшасы жөнінен ол қымбатырақ. Мен өз басым осы сарыны қолданам. Сарысы сәл қымбатырақ тұрады, 1500-2000 теңгеден тұрады бір рулоны. 1500 теңге ол қазақстанский, қолымдағы менің корейский ол 2000 теңгеден тұрады. Өзіңізге қарайсыз, арзаны варианты бар, 600 теңге тұрады. Одан просто шпажканы салу сәл қиындау болады. Шпажка саласыз, оның бетіне жаңағы зубочистка тығасыз да, ол кезінде сәл қиындау болады. Қолыңызға кіріп кете беретін болады. Поэтому сәл қымбатырағын алыңыз. Мен 30 сантиметрмен жасап жатырмын. Шпажканы тығамыз, ортасына көбірек алып тығып аламыз бірінші. Аяғына шпажканы аямай тыға беру керек, өйткені бұл ножка 26 диаметр дегеніміз уже ауыр болады. Поэтому бірінші 26-ға 1,5 шпажка жіберсеңіз, одан көбірек шпажка жібересіз. Техника сол ғана. Салып жатқанда қолдарыңызға абай болыңыздар, өйткені шпажканың қаңқасы қолдарыңызға кіріп кетеді. Қаншалықты жасаған сайын, соншалықты скотч резкадағы немен алып, осындай аккуратно жасап тұрсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Шашылып кеткеннен гөрі. Қолыңызбен де, саусақтарыңызбен де жинап тұрсаңыз болады. Мен основном ортасына қарай жинап жатырмын. Бірақ сіздер 1 сантиметр расстояниемен жинасаңыздар болады. Бірде бір. Мынау совсем мен ортасына қарай жинап жатырмын. Поэтому сіздерге айтатын беретін кеңесім, ол 1 сантиметр. Сонда круглый болып шығады. Упаковка жасаған кезінде, сол кезінде прямо шпажкамен упаковка жасалынады. Сол үшін мен жаңағы 1 сантиметр деп айтып тұрып, мына шпажкаларды мен совсем жақын тығып жатқандықтан сіздерге арасын сәл алшақтау қылыңыз деп жатырмын. Түсінікті ғой да? Ножка идеальный болу үшін біз қазір тишюді бұрамай тұрайық, өзіміз жасап алайық. Ножка жасау үшін біз осылай круг жасап аламыз, аяғını 45 градусқа тоже кесеміз. Осы жерде сіз енді ыстық клеймен, пистолетпен жабыстырып алсаңыз болады шпажканы пеноплекске. Не болмаса айналдырып, жаңа шпажка тағып шықсаңыз, арасын скотчтап жақсылап шықсаңыз, еш нәрсе болмайды, шығып кетпейді. Осылай айналдыра шпажкамен шығыңыз. Осылай біздің основамыз мәресіне жетті. Аяғын жақсылап скотчтаймыз, тишюмен қайтып жабамыз.
пеноплекс көрінбесін. Міне уже мен қазір үлкен диаметр жасаймын, бірақ бұл 32 диаметр. 32 болады. Былай созылған кезінде ол уже 34-35 сантиметрге барады. Поэтому рассчитывайте, 31 қырықтыңыз ба, сіз уже 35 диаметр жасайсыз. Солай. Бұны да осы 45 градуспен қисайтып, өзіңізге ыңғайлап, домалақ болу керек, круг шығу керек, обязательно қадағалаңыз. Тишу бумагасын бірлестін 4-тен 1 бөлігін қырып тастап, мені жан-жағын скотчтап аламыз, ортасына тиіспейміз. Көріп отырсыз, ортасына біз шпажка саламыз, иә. Жан-жағын ғана скотчтап, осы пленкамен жауып тастаңыз. Достар, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызға жіберуді. Шпажканы қойғанда ортасына 10 шақты штукты қойсаңыз болады. Потом ары қарай 45 градуспен жанына қоя бересіз. Бұл уже гигант букеттің размері основасы. Поэтому бұл основаны сіз 100 штук клубникаға да жеткізе аласыз. Поэтому жақсылап аяғын жасауыңыз керексіз. 2 шпажка қолдансаңыз болады. Мынау дәл осындай шпажка алатын болсаңыз, оның ішінде 68-70 штук, примерно 70 штук болады. Поэтому 140 штуктай кетеді екен ножкасына. Ножкасын аямаңыз, өйткені сіз гигант букет жасап жатсыз. Так сіз былайды шпажкамен жасайтын болсаңыз, ровный шығыппайды. Сол үшін біз осы основаны пайдаланамыз, ровный шығу үшін. Если сіз өзіңіз қолыңызбен 100 штукты қолыңызбен жинайтын болсаңыз, полушария болып қалады, шар сияқты болып қалады и ровно болмайды. Поэтому 100 штукты осындай основада жасаған дұрыс. Барлық нелерді жаңағы 1 сантиметр расстояниемен қосып отырыңыз. 1 сантиметр. Алдыңғыдан, артқыдан, жанындағыдан 1 сантиметр алшақ болса, сол кезінде упаковка кезінде ровно упаковка түседі. Қазір қиналмайсыз, қазір сала бересіз, бірақ упаковка кезінде упаковкаңыз қисық тұрады. Сол үшін 1 сантиметр расстояниемен алатын болсаңыз, өзіңізге жақсы болады. Шпажка упаковканы стап тұратын болады. Сол бір лайфхак осы жерде. Айтпақшыдай достар, каналыма лайк, подписка жасап, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Мұнда сіздер если гүл қосатын болсаңыздар, свежий гүл қосатын болсаңыздар, алдын ала орнын тесіп алыңыздар. Фиолка салатын болсаңыздар, гүлдің құтысын. Өйткені упаковка жасаған кезінде әдемі болмай қалады. Упаковкаңыз мұжылып кетеді. Міне уже ножкасын жасаймыз біз. Ножкасы обязательно үлкендеу болу керек, өйткені алдыңғы объеммен жасауға болмайды бұны. Кішкентай болып қалады. Өйткені бұнда көп қой. Клубника салсаңыз да, сухофрукты салсаңыз да, мужской жаңағы колбасный букеттер салсаңыз да, бәрібірде аяғы үлкенірек болып тұру керек. Кішкентай болса, шататься будет. Поэтому міне ортасына көбірек алып саламыз да, ана неге жаңағы қойып қойған немізге, букетімізге ішіне кіргізе саламыз. Сыртын жақсылап скотчтап, міне кіргізіп жатыр қой. Сыртын жақсылап скотчтаймыз, ұялмаймыз скотчты, өйткені шығып кетуі мүмкін. Екеуін бірге жабыстырып алдық. Енді жанына шпажканы 45 градусқа қисайтыңқырап, аяғына бір-бірін кигіземіз. Сол кезінде жақсы крепить етіледі. Аяғын ұстаудың өзі приятный болады. Құламайды, столда тұрады. Байқаған шығарсыздар, көп орыстардың букеттері аяғымен тұр. Қалай ол аяғымен тұр? Осындай техниканы жасайды, одан кейін барып аяғымен тұрады. Если шпажканы жалғыз өзін қойып қоятын болсаңыз, онда ол
узкий болып қалады. Шыны керек, узкий болып қалады. Қолға ұсталған кезінде неприятно. Көп қыздардың букеттері осылай кетіп жатыр, поэтому осы аяғын қосуды ұмытпаңыздар. Достар, міне видеомыз соңына жетті. Основамыздың упаковкасы бұл жолы бітті. Қажет емес мына пеноплекстерді ножкасынан алып тастап жатырмын. Оны обязательно ножкасын тишью бумагасын, бір бумагасын жартысымен алып упаковка жасаймыз. Лайк, подписка, комментарий жазуды, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Неғұрлым көп қаралым болса, мен сіздерге видео көбірек шығаруға тырысамын. Келесі видео сухофрукты салу болады осы основаға. Сау саламатта болыңыз, аман болыңыз, отбасыңыз аман болсын.